Ошондо сиздер менен бүгүн биз Майнкрафттан жаңадан үй курастыратын болобуз. Бул Майнкрафттагы үй менин уже 3-чү үйүм болайын деп атат. Бирок да городдо 2-чү үй. Мына бир үй курастырдым. 2-чү үй ана ичте туруп, 1-чү үй ана ичте туруп. Сонун мына үйдү салган кезде мен ишин просто көрүп койганмын. Осы каналда бар бул үйдү салганым. Осундай үйдүн дизайнын мен бөлөк TikTok'тан салып койгом, бирок узак убакыт кетти өткөнү мен кандай ишини салуу керек экенин түшүнбөдүм. Содан мен осындай кровать, компьютер, сосын телевизор салдым. Осымен осы үйдүн дизайны бітті. Өткені басқа нәрсе бұл үйге сыймайды. Енді мен келесі үйдің ішін ошол қателіктерін дұрыстап, сөйтіп дизайн ісіне сразу сөйтетін боламын. Осындай ресурстар керек, ұштап үй салу үшін. Бірінші кезең бетон. Достар, бірінші кезеңде бетон салған кезде бізге өте оңай. Бұл жер просто жай ғана ағаш пен камендарды ғана қолдану керек. Ең бірінші бізге осылай 2-де 6 қылып, сосын 3-те 4 қылып осындай қазып аламыз да, сосын іштерін ағашпен толтырып шығамыз. Ағашпен осылай толтырып болғаннан кейін, ямаларды жауып тастағаннан кейін, сыртын каменмен қоршайтын боламыз. Просто домалақ қылып, ешқандай тесіктерін қалдырмай домалақ қылып шығамыз. Осыны салып болғаннан кейін қалғандары оңай болып шығады. Екінші кезең іргесі. Бұл жерде де барлығы өте оңай, только ағаштарды көрсетілген сызтамен қойып шығу керек. Сосын келесі кезеңге өтетін боламыз. Және де сосын тағы да бүкіл сыныптағы жаңағы дуб ағаштардың бүкілін осы жерге қолданатын боламыз. Если артық қалса сіздерде қате кетуі мүмкін, немесе жетпей қалса да высотада қойылған блоктарды дұрыстап қарау керек. Үшінші кезең стена. Үшінші кезең бұл өте оңай кезең, өткені бұл жақта только бірақ қана ағашты ғана қолдану керек. Сосын достар, осы видеода дұрыстап қараңыздар, ұштап блоктарды дұрыс қойғандарыңызды. Если олай қателесіп кете беретін болсаңыздар, бір телефонмен ютубты қосып қойып, ал екіншімен Майнкрафтта үйлеріңізді құрастырсаңыздар болады. Солай өте оңайырақ болады. Төртінші кезең крыша. Достар, бұл төртінші кезең ол өте қиын кезеңдерінің бірі. Өткені баяқты блоктармен өте көп, және де блоктарды қою қиыншылығымен кездесесіздер. Өткені баяқта блоктарды қою өте қиын, және де оларды біреуін екі есе медленно ететін болады. Сол үшін мен ускорение қостым, ұштап бұл видео ұзаққа дейін созылып кетпеу үшін. Осы кезеңді бітсеңіздер, қалған соңғы кезең өте оңай болады. Осы жермен өте көп қиындықтар тудырады. Зато бір жақсы жері осы кезде бүкіл блоктарды құртпайтын боламыз. Және де бағана сундуктағы ағаш жетпей қалатын болса, өткені есіктер ағаштарды есік істеп жатқан кезде, осы үйге сол кезде ағаштар минусовать етіп кетіп, сосын оларды крышаға қойғандар есептелмей қалады екен. Сол үшін тағы да басқа да доскаларды өздеріңізбен бірге алыңыздар. Өткені все равно бұл ағаштар өте оңай табылады. Еловый ағаштар ма, сондай ағаштар. Давайте пока.
сонымен достар, ошон бірінші саган бітті, бірінші кышан бітті, енді екінші кышаға келесі кезекке кететін боламыз. Сосын ол жақта бүкіл полублокты құрып тастайтын боламыз. Ал келесі жағында біз ондай істемейтін боламыз, ол жақта балкон болатын болады. Ал дәл осындай ең жоғары жағын только не істеу керек, дәл төмендегі істеген махинациямен үстіне түсіп тастау керек. Сонымен крышаны бітетін боламыз. Енді достар, қалған полублоктармен енді осы жақта былай қосып шығатын боламыз. Сосын тағы да бір полублок түсіп, тағы да бір рет осыны айналып шығатын боламыз осы полублокпен. Ошон достар, осылай крышаны істеп болғаннан кейін сіздерге енді өте оңай зат қалды. Только енді осы крышаның соңғы істейтін заты, біз 6 лестница алатын боламыз почкадан. Сосын төбеге қарай осы шеттегі полублоктарды сындырамыз, сосын төбеге қарай көтерілетін боламыз лестницамен. Сосын осы жаққа қарай заборларды дәл видеодағыдай қойып шығып, домалаққа қосып шығамыз. Исім достар, мен байқамай видеоның басына сундукқа байқамай басқа заборды қойып несек, осы жерде сундуктарыңызда мусор болып қалады деп ойласаңыздар, осындай жүк машина істеуге болады. Бұл жаққа просто топлеп саласыздар, үстінен қалған сундуктарыңызға мусорлар саласыз, сынып қалған железный меч, металл лук, ал артына басқа да заттарды саласыздар. Бұл өте күшті жүк, мен выживанием бастан бері істеп келе жатырмын, осындай жүкпен опыт табамын.
Бесінші кезең дизайн. И в общем достар, бесінші кезең вообще күшті кезең өткен. Бақта дизайн болады. И дизайнда өзіңізде идеяларыңызды қоссаңыздар болады. Бақта осындай дизайн шықты менде. И в общем осындай переплавание болады. Екі сұмдық, сосын тағы пережарка істейтін заттар. И сосын аяққа кірсеңіздер ұйықтайтын комнатада библиотека, книга и көретін кітап болады. Суреттер книга, ой, в общем картинкалар болады. Ал ең бірінші істейтін заттарымыз ол бізде терезе, в общем видеодағы жерлерге қарай, в общем окно терезелерді қойып шығатын боламыз. Иә достар, мен осы видеода дизайн қалай істеу керектігін көрсеткен жоқпын. Зато бірақ входпен және де бір кішкентай привалдың қалай істеу керектігін көрсететін боламын. В общем кварцпен осындай жерлерді, квартимен осындай 4 түйін қосқан кезде осындай блок шығады. И сосын каменный кирпичтің сыртқы жақтан осындай қылып қоршап шығатын боламыз, дәл видеодағыдай. Немесе басқа да әдемі блоктарды қолдансаңыздар болады. И сосын мынау листваның үстіне қояйыншы жіберем, бірақ листваның үстіне дым қоюға болмайды екен. Бірақ та зеленый шесть қойып, и сосын үстіне қойсақ вообще күшті болып кететін еді. И сосын забормен сыртқы жақтан қоршап шығамыз да, и сосын если для безопасности клетка қоюға болады. И осындай сіздерде әдемі вход шығады. И сосын достар, кішкентай зонтик па или ұйықта немесе әдемі бір жататын жер істейтін боламыз. Осындай верстак, и оның үстіне горшок, и сосын үстіне роза немесе түрлі гүлдер қоюға болады. Үстіне бір кровать, и үстіне тағы да бір забор қоямыз да, 3 высота болу керек. И сосын сыртқы жақтан нитпен істеп шығамыз. И любой шерсть алуға болады. Иә достар, бұл просто жай ғана видеоны соны аяқтау үшін ғана айтып жатырмын. И сосын достар, менде бір проблема болды да. И сіздер арасында байқасаңыздар, видеода деген достар шығып жатады. И бұл просто мен демалған дауысым. Просто ауа шығып жатқан кезде ол жаман қатты звук береді, и просто толқындар береді. И содан мен телефонның звугы микрофонына жаман қатты соны сезе береді. И мен соның кесірінен былай бетіме сүлгі немесе бір нәрсе киімді мен былай орап қойып айтып жатырмын.
оның өзінде все равно телефонда пуш деген дауыстар шыға береді. Мен бұл проблеманы әлі қалай істеу керекенін түсінбей жатырмын, бірақ та болашақта дұрыстауым мүмкін, немесе микрофон алуым мүмкін. Сонымен осы кезге дейін көргендеріңізге рахмет. Давайте сау болыңыздар, келесі и вообще одан да топ болсын. Давайте, пока.